Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Қазақ тілі 3-ші сынып. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз Мұхтар Әуезов музейі. Бүгінгі сабақтың мақсатымен таныс болайық. Жаңа сөздер: жазушы, писатель, ғалым, ученый, аудан, район, сауатты, грамотный, жиһаз, мебель. Жазушы, ғалым, аудан, сауатты, жиһаз. Дұрыс айтайық: жиһаз. Сөздің дұрыс айтылуы. Суретте көріп отырмыз. Мұхтар Омарханұлы Әуезов. Бұл Мұхтар Әуезовтың музей үйі. Жіктік жалғауға тоқталайық. Личное окончание. Мен жақсы көргенмін. Мягкое слово является мягкое окончание мін. Сен жақсы көргенсің. Сіз жақсы көргенсіз. Ол жақсы көрген. Жақсы көру. Жақсы көргенмін. Қалай аударылады екен бұлар? Как переводится? Мен жақсы көргенмін. Я любил. Сен жақсы көргенсің. Ты любил. Сіз жақсы көргенсіз. Вы любили. Ол жақсы көрген. Он или она. Он любил, она любила. Обратите внимание на окончание. Енді Мұхтар Омарханұлы Әуезов кім? Деген сұраққа жауап берейік, балалар. Мұхтар Омарханұлы Әуезов жазушы, писатель, қоғам қайраткері, общественный деятель, ғалым, ученый. Ол қазіргі Шығыс Қазақстан облысының Абай ауданындағы Бөрлі деген жерде 1897 жылы 28 қыркүйекте туған. Аудан дегеніміз қалай аударады екен? Район. Абай ауданы. Шығыс Қазақстан облысы Бөрлі деген жерде. Қыркүйек дегеніміз қандай ай? Әрине, қыркүйек, сентябрь. Мұхтардың әкесі Омархан, атасы Әуез сауатты адамдар болған. Біздегі жаңа сөзіміз сауатты. Грамотный. Мұхтар жастайынан Абай өлеңдерін жаттап өсті. Бала Мұхтарды үлкендер қоңыр, қозы деп атаған. Жаңа сөздерге кезек берейік. Жаңа сөздерді есімізге сақтап алайық. Новые слова: жазушы, писатель, ғалым, ученый, жалпы қоғам қайраткері деген сөздерді мағынасын біле кетейік. Общественный деятель, аудан, район, тағы да қандай сөз? Сауатты, грамотный, өлең, стихотворение. Тағы да қандай сөздерді? Тірек сөздерге мән берейік. Ключевые слова: жаттап өсті, выучил. Осы Мұхтар Әуезов абайтанушы, ғұлама, ғалым. Ғалым дегеніміз қалай аударушы еді? Ученый. Жақсы, балалар. Запоминаем новые слова и ключевые слова. Жазушы, ғалым, сауатты адамдар, Абай өлеңдерін жаттап өсті. Яғни біз Мұхтар Омарханұлы Әуезов кім деген сұраққа мағлұмат алдық. Ары қарай келесі тапсырмаға кезек берейік. Оқылым тапсырмасы. Задание по чтению. Мәтінді оқы. Прочитайте текст. Мұхтар Әуезовтің музей үйі 2 қабатта. Дом музей Мұхтар Әуезова двухэтажный. Музейде 7 бөлме бар. Музей 7 комнат. 7 бөлме. Жазушы өзінің жұмыс бөлмесін жақсы көрген. Писатель любил свой рабочий кабинет. Жұмыс бөлмесінде жеке кітапханасы бар. В кабинете есть личная библиотека. Онда 6000-нан астам кітап сақталған. В нем хранится более 6000 книг. Енді балалар, суретке қарайық. Посмотрите на картинку. Музейде 7 бөлме бар дедік. Жазушы өзінің жұмыс бөлмесін жақсы көрген. Яғни жұмыс бөлмесі рабочая комната. Мынау жазушының жұмыс бөлмесі. Жазушы жұмыс бөлмесін жақсы көрген. Жақсы көрген дегеніміз қалай аударады екен? Мы в начале урока говорили: жақсы көру
Писатель любил свой рабочий кабинет. Мынау жазушының жұмыс бөлмесі. Жұмыс бөлмесінде жеке кітапханасы бар. Мынау жеке кітапханасы. В кабинете есть личная библиотека. Мынау жеке кітапханасы. Мынау жаңа бұл кітапханада 6000-нан астам кітап бар. Кітап сақталған. В нем хранится много книг. Сколько книг? 6000-нан астам кітап. Более 6000 книг. Жақсы. Мынау қандай бөлме екен? Мынау қонақ бөлмесі деп аталады. Қонақ бөлмесі гостиная. Жақсы балалар, енді мәтінді оқыдық, мы прочитали текст, прослушали. Теперь проверяем себя. Ответим на вопросы. Мұхтар Әуезовтің музейі неше қабатты? Кәне ойланайық балалар. Әрине, 2 қабатты, двухэтажный. Екінші сауал. Музейде неше бөлме бар? Дұрыс, музейде 7 бөлме бар. Келесі сұрақ. Жазушы қай бөлмесін жақсы көрген? Қай бөлмесін жақсы көрген балалар? Әрине, жазушы жұмыс бөлмесін жақсы көрген. Онда Мұхтар Әуезов кітаптар жазған, көп кітаптар жазған екен. Соңғы сұрақ. Жеке кітапханасында қанша кітап сақталған? Қанша кітап? Кітапханада жаңа мәтінде кездесті, 6000-нан астам кітап сақталған. Сонымен балалар, біз мәтінді оқыдық, суреттерді қарадық, жазушының жұмыс бөлмесін, кітапханасын суреттер арқылы көріп шықтық. Өзімізді тексердік. Мы прочитали текст, прослушали, ответили на вопросы и проверили себя. Өте жақсы балалар. Келесі тапсырмаға кезікпелейік. Жазылым тапсырмасы. Қажетті сөздерді қойып жаз дейді. Яғни, кітап мәтін бойынша қажетті сөздерді жазамыз. Напишите нужные слова. По тексту напишем нужные слова. Бұл сендерге түсінікті деген ойдамын. Есте сақта, запомните. Бұл Мұхтар Әуезовтің музейі. Музей бұрыннан жазушының үйі болған. Онда жазушының киімдері, жиһаздары, қағаз, қаламдары сақталған. Кәне тағы бір еске түсіріп кетейік. Киімдер дегеніміз не? Киімдер, одежды, жиһаздары. Жиһаз, мебель, қағаз, қалам. Қалам дегеніміз не? Ручка, қағаз, бумага. Жақсы балалар, бұл мәліметтерді есімізге сақтап алайық. Сонымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар балалар. Келесі кездескенше.